Армысыздар қадірмен достар, бұл мен Ермұхамед Мәулен және әдеттегідей Уәлихан Қосанбай. Армысыздар. Бүгін енді Чемпиондар лигасының жартылай финалдық матчтарына тоқталып өтсек деген ойымыз бар. Бізде екі бірдей матч. Бүгін енді соларды талқылайық, өйткені Еуропа лигасының екі жартылай финалы өтіп кетті. Бұл видео жарыққа шығып жатқан кезде. Сондықтан да мен сіздерге айтайын дегенім, бүгін екі мықты жартылай финал. Адам миына кірмеген жартылай финал. Былай қарағанда Лейпциг шықты, ПСЖ-мен кездеседі. Сол ойынды шамасы осы Уәлихан екеуміз бірге жүргізеді екенбіз. Бірінші рет. Қазақстан ұлттық арнасында бірінші рет. Сол ойынға кішігірім болжам айтайық. Өткен жолғы біздің жаңа Манчестер Сити Лион арасындағы есепті кім табады деген ұсыныс айтқан едік. Сөйтсек 457 адам комментарий жазыпты, бірде-бір адам таппаған. 3-1 деген есеп көп жазылған, бірақ Манчестер Ситидің пайдасына жазылған барлығы. Енді сондай болып қалды, енді ондай есепті ешкім таба алмайды. Сосын бір кісі жазып кетті комментарийға, мен таптым деп, бірақ оның барлық комментарийді қарап шықтық, бірақ ешкім жоқ. Таппадық. Егер расында сондай болатын болса, скринмен бізге жіберсеңіздер, біз қарап сыйлығыңызды егер рас болса жібереміз. Міндетті түрде өткен жолда жібергенбіз. Сонымен болжамға кірсек. Лейпциг ПСЖ арасындағы кездесу, айтпақшы өткен жолы 3-2 сен жеңдің ғой. Ширек финалдарда 3-2 есебімен жеңді. Соңғы күні мен Манчестер Сити 2 деген көп дедім, тотылы ол шықпады. Мен сол күні Рахим Стерлинг салмады сол 5 метр жерден. Сөйтіп менікі де оңкіде шықпады. Оның алдында менің оның алдында бір қателіктер жіберіп алдым, жаңағы Атлетико Проход. Атлетико Проход. Мен сол ойында статистика алғам. Бұрыштама 9,5 бөлші алғам. 9 бөлші деп алғам, 10 бұрыштама болған. Дәл дейсің. ПСЖ-ның таза жеңісі, сен ол ойынға обе-забьют дедің. Обе-забьют алдым, 1-5 кірсем. Мен Барселона мен Баварияға обе-забьют дедім, сен 2,5 бөлші дедім. 2,5 бөлші алдым. Олардың бәрі шықты, 3-2 есебімен. Сонымен Уәлихан жеңді. Енді осы жолғы жартылай финалды көрейік. Әр тіккен бәсімізге жауап береміз. Кәдімгідей 1000 теңгеден деп осылайша қойып отырмыз, тура легал беттегідей. Сонымен енді бірінші Лейпциг ПСЖ арасындағы ойынға қандай пікірдесің? Баста өзің. Жоқ, сен баста, енді жеңімпазсың ғой. Бұл кездесуде тартысты кездесу болайын деп тұр. Шәкірт пен ұстаздың кездесуі. Нагельсман негізі Тухельдің шәкірті болып келеді ғой. Түбі дейсің ғой. Түбі бірінші бапкерлік қадамдарды соның қол астында бастаған. Енді бірақ бұл кездесуде менің ойымша емес, жалпы ПСЖ Проход дегенге аз беретін жер. 1.41. Енді оны алу яттау болайын деп тұр ма? Мен 1-5-тен жоғары айтамыз. 1-5-тен жоғары айтамыз десек, онда ПСЖ-дің таза жеңісі бұл кездесуде 1.83 коэффициентпен. Енді менің де шамамен ойым осындай. ПСЖ өте мықты, шабуылындағы жігіттер Неймар, Икарди, Мбаппе келді, Чупо-Мотинг қандай керемет гол салып жүр. Сосын Анхель Ди Мария осы кездесуге шығады, сары қағаздағының несі кетті. Сондықтан мынандай шабуылдағы жігіттер. Енді Лейпцигте соға жатар, енді олар да мықты екен, енді әңгіме жоқ. Бірақ мен ПСЖ-ның жеке индивидуалды тотылы 1,5 көп деген, 1,71 коэффициент алды. Жақсы коэффициент екен. Енді 3-2 ұтылатын шығар ПСЖ. Бірақ менің бәсім шығады. Айтпақшы анау 2 гол енді. Кейлор Навас травмада ғой. Травма ғой. Серхио Рико тұрады. Демек Лейпциг гол ұрғаннан кейін ПСЖ-да гол ұра береді, тапырлады. 1,5 көп. 1,5 көп. Енді айтып отырмын ғой, Неймар, Икарди, екеуді қойым жаңа, Ди Мария бар, қаншама адам жүр ғой. Ди Мария да қайтып келді. Маркиньостар гол ұрып атқаннан кейін болды ғой. 1,5 көп. Менің болжам осы. Екінші кездесу бұл жерде ертесіне болады, Лион Бавария. Енді бұған сен айт. Шын айтқанда Лион Бавария кездесуіне мен енді болжамды қалай айтатымды білмей отырмын, өйткені Бавария негізгі уақытта жеңеді деген 1,25 ақ. Проход 1.11 кетсін. Не істейміз? Тотылын аламыз, тағы да тапырлатып гол ұратын шығар деп ойлаймын. Бірақ енді Лионның кеше қорғанысқа 10 адаммен жатып алатын көрдік. Мына жерде 2,5 көп деген бар екен. Бавария 2,5 көп, яғни 3 гол. Өйткені мынау қарымта жылдам шабуылдар ұйымдастырып жүріп, пенальти сұрап жүріп, Лион 1 гол ғой, енді максимум ұрса ұрды. Сонда Бавария 3 гол ұру тиіс. Сондықтан менің ойымша Баварияның мына жерде
тоталы 2,5 көп деген бар екен, 1,77. Соған қызықтым бастапқыда. Және қазір енді форасына қызығып отырмын. Өйткені Лионның енді гол салу сәл қиындау болады-ау. Енді Манчестер Сити сияқты лақылдап кетпей. Барселонаның өзі әрең салды ғой. Иә, өйткені мына қапталындағы жігіттер, жаңағы ортасы Мюллер, Горецкалар, Киммих дегендердің бәрі толып тоқырлап жүр. Менің ойымша форантта шығару мүмкін. Жаңағы енді 3 гол ұрады дегенім сәл қиындау болатын болса, егер -1,5 дегенді алғым келіп отыр фора Баварияның. 2 доп айырмасымен жеңілді. 1 доп айырмасымен жеңіп жүрмейтін шығар деп ойлаймын. Сондықтан осы 1,64 пен Баварияның жеке тоталы 2,5 көп деген 1,77, шамамен 1 деп айтсам, соның екеуін біреуін қайсысы таңдасам деп отырмын. Менің ойымша 1,5 дұрыс сияқты, енді өзім көресің ғой. Жарайды онда. Мен просто негізі екеуіне де қызығып отырмын, бірақ мынау жартылай финалда фор алу деген өте қиын сияқты менің ойымша. Сондықтан тоталды алғым келіп отыр. Бавария 3 гол салады. Левандовский бар, Мюллер бар, Гнабри бар, Перишич бар, ең осал ойыншы деген. Сондықтан да Баварияның тоталы 2,5 көп, 1,77 коэффициент әзірге. Менің болжамым осы. Енді бұл кездесуде статистиканы алуға да болатын шығар. Статистиканы көрейікші. Енді не, бұрыштама сары қағаз көрсең болады, әрине. Бұл кездесуде фол дегенді көргім келіп отыр. Бұрыштама ғана бар екен әзірге. Негізі фол деген шығады осы Лион Бавария кездесуіне 13-тен басталатын шығар Лионға. Лион 14 болуы мүмкін. 13,5. Өткенде кіммен ойнаған кезде 12,5-нан басталды ғой. Ювентустермен ойнаған кезде шығар. 12,5-нан басталды, бірақ бұл кездесуде 13,5-нан басталатын шығар деген ойдамын. Оның коэффициенті кем болмайды, 1,50-ден кем болмайды, ол точно айтылған. Сондықтан да бұл кездесуге мен Лионның 13,5 больше фол дегенін оғым. Жақсы, жарайды, көрейік. Оны қазір коэффициенттер шыққан кезде міндетті түрде жазып қоямыз. Қадірмен достар, сонымен қатар енді осы Лион Бавария арасындағы кездесудің есебін кім дәл табады? Комментарийге жазыңыздар. Біз соған міндетті түрде келесі жолғы шығарылымызда міндетті түрде айтамыз. Сосын жаңағы біздің Аладоп KZ парақшамызға, Телеграмдағы болжам бет арнамызға жазыла жүріңіздер. Сау сәлеметте болыңыздар. Жеңіске бірге жетейік.